Сәлеметсіңдер ме балалар? Өзін өзі тану сабағына қош келдіңдер. Өздеріңмен мынандай әсем күнде қайтадан жүздескеніме қуаныштымын. Біздің сабағымыздың тақырыбы әсемдікке талпыныс деп аталады. Сұлулық адам жанын марқайтатын, көзін қуантатын, таңға алдырып, табындыратын сүйкімді көрініс. Қимыл әрекет, пішін немесе ой қиялдың жемісі. Солардың ішіндегі ең кереметі адам жанының сұлулығы. Адамдағы басты сұлулық ішкі жан дүниесі, мінезі, әдептілігі, басқа адамдарға деген адамгершілік қасиеттер арқылы қалыптасады. Сыртқы келбеті мен ішкі рухани сұлулығы сәйкес келген жан ең сұлу адам. Орыс жазушысы, драматург Антон Павлович Чеховтың адам бойындағының бәрі де, жүзі де, киген киімі де, жаны да, ойлары да әсем болуы керек деген нақыл сөзі бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі болып табылады. Дәйек сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Адамның тек сырты сұлу көрінуі жеткілікті ме? Жан мен ой сұлулығы дегенді қалай түсінесіңдер? Биязы мінез деген не? Ішкі жан сұлулығы қандай қасиеттер арқылы қалыптасады? Қандай қасиеттер өз бойыңнан осы сұлулықтарды көрсете алады деп ойлайсыңдар? Міне, өз-өзіңді танудағы әсемдікке талпыныстың берік баспалдақтары. Нағыз шынайы сұлулықты адам өмірінен көре білу үшін салыстырып ажырата алу, әсемдікті тани білуді айқындайтын танымдылық, сұлулық сырын ұғынатын талғампаздық қасиеттеріміз арқылы рухани сұлулықты танып білеміз. Рухани бай адамның бойында барлық әсемдік тұнып тұрады. Адам бойындағы рухтың сұлулығы дұрыс әрекет құндылығының көрінісі. Бүгінгі сабақта түрколог ғалым, филология ғылымдарының докторы, жазушы Немат Келімбетовтің «Ұлыма қат» деген әңгімесімен танысамыз. Ұлым менің, мен саған әрбір мәселе бойынша өзіндік көзқарасың болсын дегенді жиі айтамын. Өзіндік көзқарасы бар адамға алдымен биязы мінез қажет. Әдетте адамдар сенің жасап жатқан қайырымды ісіңнен көрі биязы мінезіңді жоғары бағалайды. Оған былай деп мысал келтіреді. Ерте заманның данышпаны Катон аса қайырымды, адамдарға көп жақсылықтар жасаған жомарт адам болған. Бірақ өзгелерге суықтау қарайтын, бірбеткей, мінезі қаталдау болған кісі. Ал атақты Цезарьдің мінезі керісінше биязы, кез келген адаммен іш тарта сөйлесе кететін жылы жүзді жан болған. Бірақ Цезарьдің сараң, ешкімге еш нәрсе бермейтін, қолынан келген жақсылықты да жасауға қимайтын адам болған. Соған қарамастан Рим халқы аса қайырымды Катонды емес, биязы мінезді Цезарьді патша етіп сайлайды. Міне балам, биязы мінез кейбір кемшіліктеріңді жуып шайып кетеді. Өзіндік көзқараста болып, өз пікіріңмен өмір сүрген дұрыс. Тегінде адамдарды бір-бірімен жақындастыратын нәрсе ақыл парасат емес, мінез құлық ұқсастығы болып саналады. Әрбір адам өзінің мінезі қандай екенін біле бермейді. Сол себепті өзің туралы айтылған өзгелердің пікірлерімен де санасып жүргенің жөн. Ол күнделікті тіршілікте тынымсыз күресте қалыптасады. Мінез құлық дегеніміздің өзі адам бойындағы жағымды, жағымсыз қасиеттерден туындап жатады. Жалпы адам баласы екі қайнардың бірінен нәр алып сусындап отырады екен. Рухы жоғары адамдар өзінің ішкі жан дүниесінің сарқылмас мөлдір бұлақтарынан сусындайды. Ақылды жан әрқашан қолда бар азғантай дүниесін қанағат тұтады. Қанағат сезімі арқылы бақытты өмір сүреді. Рухсыз, күншіл адамдарға біреудің басына түскен бақытсыздық азық болып табылады.
Ақмақ пендеде қанағатын сап болмайды. Әрбір адам өзінің елін, туған жерін, ұлтының тарихын, әдет ғұрпы мен салт санасын, халқының бай тарихын мақтан ете білуге міндетті. Бұл дұрыс әрекет сол адамның патриоттық сезімі, рухы жоғары екенін дәлелдейді. Мақтаншақтық адамды атақ құмарлыққа жетелеп отырады. Өз-өзіне масаттанып, өзіне өзі ғашық болып жүрген адамды көпшілік ұнатпайды. Сол себепті тәкаппар, мен жандар бірте-бірте жұрттан оқшауланып қалады. Осы ақпараттан әсемдікке талпыныс туралы ойланып, Маратұлы Нұрәлі онлайн байланысқа шығып отыр. Нұрәлі қандай ой айтар екен? Құлақ салып тыңдап көрейік. Нұрәлі, қош келдің сабағымызға. Сәлеметсіз бе, ұстазым? Сәлеметсіздер ме, құрбыларым? Мен өзімді таныстырып өтейін. Мен Маратұлы Нұрәлі Алматы қаласындағы Сұлтан Ахмет Ходжиков атындағы номері 39-шы мамандандырылған лицейдің 6-шы сынып оқушысымын. Ой, бәрекелді Нұрәлі. Сен қалай ойлайсың? Ішкі сұлулық пен сыртқы сұлулықты қалай түсінесің? Оларды қалай жетілдіруге болады деп ойлайсың? Менің ойымша, адамның ішкі сұлулығы ол адамның ішкі дүниесінің жан сұлулығы, жүректегі тыныштығы, ал сыртқы сұлулық ол адамның сыртқы келбеті. Тамаша. Адамның ішкі жан дүниесінің сарқылмас мөлдір бұлақтарына нені жатқызуға болады деп ойлайсың сенің ойынша? Менің ойымша, ниетіңді таза ұстап, дұрыс ой ойласан, оларды жетілдіре аласың. Адамның жан дүниесінің сарқылмас бұлағы деп, ішкі рухани бай бол, жүректі таза ұстап, адамгершілік қасиетіңді жоғары ұстап. Бәрекелді, өте жақсы ұтымды жауап беріп жатсың. Ақылың көп бала екені көрініп тұр сенің бойыңнан. Сен өзің қалай ойлайсың? Өзіндік көзқарасы бар адамдарға тән қандай қасиеттері болу керек бойында? Менің ойымша, адамның өзіндік көзқарасы әртүрлі оқиға мен бар нәрсеге ақиқат көзімен қарап, оның мәнін дұрыс ұғына білетін ақылы, сенімділік қасиеті болу керек. Тамаша. Сенің өзіндік көзқарасың бар ма, Нұрәлі? Я, менің өз көзқарасым бар. Тамаша. Нұрәлі, сен өз ойыңша жаны сұлу адамды қалай сипаттар едің? Қалай бағалар едің? Жаны сұлу адам мейірімді, қамқоршыл, жүрегі жылы адам. Өте тамаша, керемет жауаптарың. Дұрыс әрекет құндылығы адамның қандай қасиеттері арқылы көрініс береді деп ойлайсың? Адам бойындағы талап, жауапкершілік, сенім, қанағат, еңбекқор, сабырлы, жігерлі, табандылық қасиеттері арқылы дұрыс әрекет құндылығы көрінеді деп ойлаймын. Рахмет саған, Нұрәлі. Бүгін бізге онлайн байланысқа шығып, бізбен ой бөліскеніңе көп рахмет айтамын. Сізге де рахмет, ұстазым, құрбыларым. Сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет, сау бол. Бүгінгі тақырып бойынша алған білімдеріңді бекітіп, өз мүмкіндіктеріңді пайдалану мақсатында шығармашылық тапсырмаларды орындауға шақырамын. Бірінші тапсырма. Оқулықтағы 33-ші беттен әсемдік, сұлулық туралы қанатты сөздерді оқып, олардың ішінен шынайы сұлулық жайлы айтылғандарын таңдап алып, таңдауларыңды дәлелдеп жазыңдар. Халық даналығы. Сөзі райлының, жүзі шырайлы. Толстой. Қарапайымдылық, моральдық сұлулықтың басты шарты. Абай. Атымды адам қойған соң, қайтып надан болайын. Гюго. Сыртқы сұлулық толық болу үшін, ішкі сұлулықпен жандануы керек. Екінші тапсырма. Оқулықтағы 34-ші беттен адамның жан сұлулығын бейнелейтін сөздерді тауып, әсемдік сөз жұмбағын шешіңдер. Жобалық қызметті іске асыру үшін келесі қадамдарды жасап көріңдер.
белгілі суретшілер, музыканттар, жазушылар, тағы да басқа өнер адамдары табиғатқа қалай қараған, оны қалай қабылдаған, зерттеп көріңдер. Табиғатты суреттеген өнер туындыларымен танысыңдар. Мұражайға немесе көркем сурет галереясына барыңдар. Музыкалық шығармаларды тыңдап тамашалаңдар. Әсемдік пен сұлулықты танудағы талпыныста жақсы істерімізбен айналамызға шуақ шашу арқылы дұрыс әрекет құндылығы бойымыздан көрініс береді екен. Бойдағы дұрыс әрекет құндылығы әсемдікті көзбен емес, рухпен көріп бағалауға, танып ажыратуға мүмкіндік береді екен. Сұлулықты бағалауда көкірек көзіміз ашық, танымдық қасиеттеріміз көрегенді, талғамымызды биіктететін рухани білім алдық. Осы алған білімімізді жүректерімізде сақтап қояйық. Қош, сау болыңдар балалар. Сабақ аяқталды.